Этек кири келген айыз уағында Құранды телефондон оқыса болу онлайн сабақтарда дейді. Құранды ұстаздан үйреніп жатқанда негізі Құран мәселесіне келгенде, бұл дағы біздің Ханафи мазхабы бойынша етек кир келіп отқан кезде Құран қармап оқыған болбойды. Анан бұл мындай бір өте зарыл болып қалған жерлерде рұқсат беріліші мүмкін ле, бирок бұл Құранды баш етегіне жаттау сөзсіз парыз амал емес. Құранды дағы шундай тынбай эле оқып, сабағым қалбасын деп эле ошо шарият тыйып таза эмес болгон учурда деле Құранды карма окуй бере тургандай деңгээлдеги зарури бир амал эмес. Ошон үчүн таза болгон учуруңузда Құран окуп, таза болбогон учуруңузда ушундай мен тазаланга чейин кое турайын деп кое турсаңыз, соопко да ээ болосуз, жакшы да болот, Курандын урматы сакталат. Анан Кудайым берекесин берсе, канчалык такыбалык кылсаңыз жакшы болот. Биздин Ханафи мазхабы боюнча этек кири келген айыз учурунда Құран кармаган болбойт, окуса да болбойт. 3-4 аят оқылат bir сабақта деп атат. Қандай болбосын этият болушуңуздар керек. Бұл бізден Ханафи мазхабының фатва китептерinin бардығында айтылат. Бірден бір ғана жолу таза болбай қалса деп баяғы үйретіп, ешкім жоқ болып қалса Құран үйреткенге. Ешбір авал мүмкін болбай, таза қараңғы болып қалып кеткен тұрат. Ошол учурда жанантып тамғаларын бөліп дейді. Bir ayattın, misалы кейбіреулер кәлима қылып, аятты толық оқуай, же тамғалап оқып, бөліп, әлхамду девестен, misалы, әлиф деп, ләм, ха, мим, дәл десе, ушында әлхамду деп, ушындай қылып оқыса мүмкін дешкендер болған. Бирок, бұл фатва мәселесі көбірек ушындай, бұл өте зарыл фарз амал болғандықтан, жатташчы сөз сөйлентіп оқып отыра бериш. Сіз этият болғаныңыз жақшы, ұстаздар деле мұны білет, Құран үйреткендер деле мұны білет, этият болып, сауап болсын десеңіз, арамдан сақтанайын десеңіз, андай қылбаған әрекет қылыңыз.